Сәлеметсіздер ме? Депозит бойынша мемлекеттік өтемақы деген не? Бұл теңгедегі депозитіңізге мемлекеттен төленетін қосымша 10%-тік сыйлықақы. Ол 2022 жылы қабылданып, 2023 жылдың 23 ақпанға дейін созылады. Яғни инфляцияның әсерінен тауарлар, заттардың қымбаттауынан ақшаның құнсыздануы болды. Осының әсерінен ұлттық банк пен үкімет өтемақы төлейтін болды. Өтемақы 2022 жылғы 24 ақпаннан бастап 2023 жылғы 23 ақпанға дейін депозитте болған ең аз сомаға есептеледі. Естеріңізде болсын, ең аз сомаға есептеледі. 2022 жылғы 24 ақпанға дейін ашылған теңгедегі депозиттер бойынша ғана өтемақы төленеді. Одан кейін ашылғандарға төленбейді. 2023 жылы 1 қаңтарына дейін өтінім беру керек, үлгеру керек. Және 2023 жылы наурыз айында 10% өтемақы түсетін болады. Егер сіз мысалы 2022 жылдың наурыз айында ашсаңыз, онда сіз қатыса алмайсыз. 24 ақпанға дейін депозитіңізде ақша жату керек. Мысалы, 2022 жылы 23 ақпанда депозитіңізде 800 мың теңге болды делік. Сол 2022 жылы сәуір айында сіз 200 мың теңге алдыңыз. Қалдық ақша 600 мың теңге. Содан кейін сіз ақша алмадыңыз. Тек қана салдыңыз. Ең аз сома 600 мың теңге болып есептеледі. Содан кейін оның 10% төленеді. Яғни 10% 60 мың теңге шотыңызға түседі. Сол сияқты өте көп мысалдар келтіруге болады. Мысалы, 2022 жылдың 23 ақпанда 2 миллион теңге болды. Сол 2 миллион теңгені сіз тиіскен жоқсыз, тек қана ақша салдыңыз. Сізге ең аз сома деп 2 миллион теңге деп есептейді. Соңында сол 2 миллионның 10% 200 мың теңге береді. Ал егер де сіз сол 2 миллионды жұмсасаңыз, алсаңыз, мысалы, бір рет 500 мың, бір рет миллион алып жұмсасаңыз, сонда 200 мың теңге қалса, 2023-тің 24 ақпанына дейін, онда сол 200 мыңға ғана есептеп береді. 20 мың теңге қып, солай береді. Сондықтан алмаңыздар, салсаңыздар, ол әсер етпейді. Тек осы 2023 жылдың 24 ақпанға дейін алмауға тырысу керек. Каспи депозитіндегі ақшаға 10%-тік өтемақы алу үшін қалай өтінім береміз? Ең бірінші, Каспи приложениесіне кіріп, Мой банк дегенді басып, кодты теріп, получите 10% премии от государства на депозит дегенде узнать подробнее деген басасыз. Содан кейін мінеке 10% үкімет береді, барлық жазылып тұрады. 2023 жыл наурыз айында түседі. Принятие участия в программе дегенді басасыз. Автоматты түрде сіз өтінім бересіз. Сізге осындай хабарлама келеді. Поздравляем, вы участвуете деп программе 2023 жыл сізге түседі деп осылай